Мен Республикалық спорт колледжінің 8-ші А сынып оқушысы Әшімжанов Нұржан. Жетекші Молдаханова Гүлнәзира Жүнісханқызы. Жобамның тақырыбы ақыл, парасат, ерік, жігер және жүрек. Жобамның мақсаты ақыл, парасат, ерік, жігер және жүрек туралы ұғындыру арқылы сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Пенделік я жарымес деген осы. Біреудің күні жоқ, біреуінсіз. Ғылым сол үшеуінің жөнін білмек дейді Абай атамыз. Кемелдік. Иман, ақыл, жүрек. Әуелде бір суықмыз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек. Тоқтаулық, табанды, шыдамдылық, бұл қайраттан шығады, білсең керек дейді Абай атамыз. Ақыл зерек. Себебі Алла Тағала адам баласын ерекше ақыл иесі қылып жаратқан. Жүрек. Жүрек 12 мүшенің ең асылы. Ол тұла бойға қан таратады. Оның жылуына ақыл да тыс қалмақ емес, бірақ ақыл мұзын ерітудің жөні басқа. Ол үшін керегі иман. Сонда ғана адамның адамдылығын, адамшылығын, яғни ес, сана, түйсік. Абай ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек дейді. Ұлтқа қызмет ету біліммен емес, мінезден. Әлихан Бөкейханов. Тоқтау, өзін-өзі жетілдіру. Сабыр қылу, мінезді түзеу, бұл қайраттан шығады. Адамның ақиқаты бас көзімен көрмейді, ақыл көзімен көреді. Өлімнен соң бір түрлі тіршілік бар. Екі өмірге де керек іс ұждан. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Ұждан, ынсат, әділет, мейірім. Бірінші. Сезім мүшелерінің қабылдайтын болмыстың заттық көрінісі. Бірақ бұл көрініс ақиқат емес, яғни толық болмысты білдірмейді. Толық болмысты, яғни ақиқатты ақыл көзімен ғана көруге болады. Ақыл көзі дегеніміз жоғарыда айтылғандай логика, немесе ақыл ойдың жұмысы. Шәкәрім ақыл деген сөзді оның кең мағынасында пайдаланды. Ақыл, адамның ақыл есі, ой өрісі, сана сезімі. Екінші, өлімнен соңғы тіршілік, яғни болмыстың көзге көрінбейтін бөлігі. Болмыстың бұл бөлігі эзотерикалық көзге көрінбейтін әлемге жатады. Үшінші, екі өмірге де, яғни көзге көрінбейтін әлемге де керек ұждан. Ұждан, немесе ұят жан қасиеті. Ал бұл қасиет адамның рухымен байланысты. Ұят, ғазиз жанның шыбын жанымен тығыз байланыста болса, соғұрлым ұят жоғары. Жан сипаты болып табылатын рух тәнімен осы адами қасиет арқылы байланысады. Ендеше адамның адам ететін адами қасиеті дегеніміз ақыл, ес, ой өріс, сана сезім. Сонымен жобаның қорытындылайық. Біз қайрат, ақыл, жүректің не екенін тұжырымдадық. Ақыл, парасат, ерік, жігер және жүрек ұғымының мағынасын аштық. Жүрекке ұжданды билетуге болатынын түсіндік. Жалпы адамзаттық мәңгілік құндылықтар біртұтас өзара байланыста болады. Бір-бірімен ынтымақтаса отырып, адамның рухын, байлығы мен мәдениетінің негізін құрайды. Жалпы адамзаттық құндылықтар дегеніміз бір бөлек адам үшін емес, бүкіл адамзат қауымы үшін маңызды құндылықтар. Олар адамға тумасынан берілген сый.